микрофонды и видеоны қоссаңыз. Саламат, сәлем. Қайырлы күн, қалайсыздар? Естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Енді қосылды. Қайырлы күн, баршаларыңызды көргеніме қуаныштымын. Біріншіден Жұлдыз Досбергенқызы, сіздің осы жеке қабылдауыңызға жазылып, жеке қабылдауыңызға осы қабылдап жатқаныма алғысымды білдіргім келеді. Біріншіден. Екіншіден, өзіңіз білетін, біз Сыр елінен сіздерге шығып отырмыз. Қазір Сыр елінде осы шілде айынан демей қойын, енді май айынан бері жеке балабақшаларда бірнеше мәселелер бар. Негізі өзім осы Қызылорда қаласында заң саласында қызмет атқарамыз. Жеке заңгерлік услуга көрсетеміз. Біз бұған дейін де министрлік тарапында осы бүгінгі көтергелі отырған мәселені 24 қыркүйек күні Ғани Бейсенов мырзаның уақытында көтерген болатынымыз. Ол көтерген мәселелер хаттамалық негізде тапсырмалар беріліп, Манара Адамованың несімен хаттамаланып, Қызылорда қаласына жолданған болатындығын. Алайда ол хаттама бүгінгі таңда әлі күнге дейін тапсырмалар түбегейлі шешімін тапқан жоқ. Сол себепті осы сіздің қабылдауыңызға жазылып, қайттан сол мәселені көтеруге тура келіп отыр. Өйткені себебі неге? Бәлкім Манара ханымның қызметі или болмаса ол кісінің өкілеттілігі біздің облысқа әсер етпеуі мүмкін деген сенім бар. Сондықтан сізге қазір үкіметтің мүшесі ретінде және де осы білім саласының басшысы ретінде сізге қоюға тура келіп отыр. Бірінші мәселе, Қызылорда қаласында 2023 жылдан бастап FS1 деген жүйе енгізілген. Алайда Қызылорда қаласы бүгінгі таңда 2025 жылдың тамыз айының 1-нен бастап ваучерлік жүйеге өткен. Ваучерлік жүйе бойынша ата-ана балаларды неге ЭЦП кілтпен өздері одобрение береді, яғни қатыспағандығы жайында. Балабақшалар сол жайында фейссізде сол нәрсені негізге ала алады. Алайда ол нәрсе енді бүгінгі таңда FS1 жүйесі бойынша ешқандай шарт жоқ, ешқандай білім басқармасымен, білім бөлімдерімен, аудандық болсын, ол қалалық болсын, бірақ қосымша жүктеме ретінде жүктелген. Алайда осы FS1 бойынша бүгінгі таңда 2024 жылы білім саласына қатысы жоқ басқа цифрлы управление бойынша бюджеттен 400 миллион теңге көлемінде қаржы игерілген. Қаржы негізінде ол 400 миллионға FS1 бойынша 600-дің үстінде балабақшаға JSOP деген компания, жаңа Гергуп деген компания қызмет көрсетуге міндеттелген. Алайда ол жерде олардың алған техникалық ерекшелігіне сәйкес міндеттемелерін садиктің балабақшаларының қызметкерлері жүзеге асырған, яғни жеке ұялы телефондарына. Бұл жерде қалай айтсақ екен, педагог мәртебесі туралы заңға сәйкес 2024 жылы барша 600-ге жуық балабақшалардың педагогтардың құқықтары бұзылған бұл жерде. Өйткені жаңағы бұған негіз болған ешқандай шартсыз, ешқандай несіз жүктеме ретінде жүктелген қосымша. Бұл білім бөлімдерінің тарапынан. Осы нәрсе бойынша бірінші сауал осы. Және де екінші сауал, өзге өңірлерде емес, біздің Қызылорда облысында шілде айының 11 шілде 141 облыс әкімінің қаулысы шығады. Яғни жергілікті жердегі осы балабақшалардың дотациясына қатысты, яғни 69.838 теңгеден 46.175 теңгеге түсіріледі. Бұл қаулыны қабылдау барысында иерархия бойынша облыс әкімінің қаулысы негізі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ол ең төменгі этап болып есептелінеді. Алайда ол нәрседе қаулы бүгінгі таңда ешқандай доп соглашение жасалмастан бүгінгі таңда білім бөлімдері тарапынан, білім басқармасы тарапынан негізсіз қаржылары шегеріліп жатыр, яғни ұсталып жатыр. Енді бұл қаулы бойынша қаулы қабылданар тұста белгілі этаптардан өту керек. Бізде өңірлік кәсіпкерлер палатасының ішінде сараптамалық кеңес деген бар. Сол сараптамалық кеңесте жалған құжат дайындау арқылы бүгінгі таңда осы қаулы қабылданған. Бүгінгі таңда бұл нәрселердің барлығымен жаңа бағана сөздің басында айтқандай, министрлікте бүгінгі таңда Қызылорда облысындағы бүкіл құзырлы органдардың бәрі хабардар, алайда бұл нәрсенің шешіміне әлі күнге дейін шешімін таппай келеді. Ал бұл нәрсені не үшін қаулыны сізге көтеріп жатқанымды баяндай кетейін, өйткені бұл қаулының қабылдануына тікелей келген кезде сізге дейінгі министрдің бекіткен қаулыларындағы өлшем шарттар толыққанды қамтылмаған. Яғни балабақшалардың бүгінгі таңдағы
9 сағаттық және 10,5 сағаттық бекітілген уақыттарында тек 9 сағаты ғана қамтылып, 10,5 сағаты негізге алынбаған. Және де балабақшалардағы балаларға берілетін тамақ бүгінгі таңда мектептегі берілетін бір реттік ыстық тамақтың мөлшерімен ғана айқындалған. Және де соңында қоса кететін нәрсе осы жерде бүгінгі таңда бұл нәрсені қаулы бойынша бекітілген тарифті бүгінгі таңда үкімет үйіндегілер бүкіл облысқа, бүкіл Қазақстан бойынша соны үлгі ретінде ұсынылып жатқан жайында ақпары келді. Енді менде бір сауал бар. Қызылорда облысында болып жатқан кем-кетік бүгінгі таңда шошқалардың торайына берілетін, жем шөбіне бөлінетін субсидия 48 мың теңге болатын болса, ал балабақшадағы балалардың несіне бөлінетін қаржы 46 мың теңге. Біздің Қазақстанның бүгінгі таңда балалары шошқалардың торайынан кем болып тұр деген мәселеге негіз болады. Ал енді осы нәрсені үлгі етіп басқа облыстарға или болмаса басқа қалаларға үлгі ретінде ұсыну, ол енді шыны керек бүгінгі таңда біздің билік өкілдерінің немқұрайлы қарауы деп білемін мен. Ал енді бұл нәрсенің қалыптаспауына әрі қарай осындай кем-кетіктердің орнын толтыру үшін сізге баяндауға тура келіп отыр. Осы екі мәселе негізі. Сағындық Райымбекұлы, сіздің мәселеңізді тыңдадық. Заңгер болсаңыз, енді өзіңіз жақсы біліп тұрсыз. Қазіргі таңда бюджет кодексындағы негізгі нормаларға байланысты жеке меншік балабақша, жеке меншік мектептерге бөлінетін қаражат жалпы сипаттағы трансферттер арқылы жергілікті атқарушы органдардың бюджетіне енгізілді. Бұл бүгінгі таңдағы жаңашылдық, сондықтан да ортақ тіл табысып жұмыс жасау қажет болады. Я, мен байқап жатырмын, бұл жерде екі тараптың бірін-бірін қабылдамауы, бірін-бірін түсінбеуі орын алуда. Егер бұл әрі қарай жалғасатын болса, сотқа жүгініп, соттың шешімі негізінде жұмыс жасауыңызға болады, өйткені бұл азаматтық құқықтық мәселелер. ID-ге байланысты, PSID-ге байланысты екі ой қалыптасып отыр. Бірінші пікір, бюджеттің қаражатын тиімді пайдалану үшін осы PSID қажет деген пікір бар. Екінші пікір, бұл балалардың құқықтарын нұқсан келтіреді деген пікір бар. Біз бұны тіпті мәжілісте талқылаған болатынбыз. Сондықтан да екі пікірдің де жақсы жақтары да бар, құптарлық. Екі пікірге де келіспейтін жақтар болады, енді ол өзі сондай. PSID-ге байланысты облыс әкімі маған ауызша түсіндірмесі бойынша 2 миллиардқа дейін қаржы үнемдедік. Менің ойымша бұл үлкен аргумент. Өздері түсіндірді. Мен PSID-ге барған балабақшаға да барып көрдім. Бала былай бетін көрсетпейді, бірақ сол PSID-дің нелерін ұстанып отыр. Бетін көрсетпейді деген қалай құрметті? Екінші, мен сізді бір сөзіңізді бөлген жоқпын. Ұзақ сөйледіңіз, мен сізді аяғына дейін тыңдадым. Кешірім сұраймын. Екінші мәселе, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, басқа бір жануарға беретін не деп. Менің ойымша бұл сіздің салыстыруыңыз өте бір дұрыс емес салыстыру, сондықтан да ондай салыстырулардан, ондай бір өлшемдерден біз не қылайық, аулақ болайық. Қаражатты бөледі, қаражатты бөліп бастап жатыр, бірақ мүмкіндігіне қарай. Бүгінгі таңда жергілікті атқарушы билік органды арпанды да, ауруларды да қаражат бөледі, ыстық тамаққа да қаражат бөледі бастауыштағы. Сонымен қатар оқулықтарға да солар қаражат бөлініп жатыр. Жекеменшік мектептерге де солар бөліп жатыр. Сондықтан да маслихат сондай шешім қабылдаса, онда маслихатпен отырып сөйлесу қажет. Мен осы мәселеге байланысты бірінші хат келген кезде сұрадым. Сол кездегі жергілікті атқарушы органның жауабы, уәжі біздегі тамақтың құнына байланысты, біздегі жалпы бағаға байланысты біз осындай өлшемді қоюға сондай мүдделіміз деп айтты. Сондықтан біз қазір сіздің жазбаша жауабыңызға тағы да жергілікті атқарушы органның жауабын сұрай отырып жауап берейік, бірақ менің ойымша сіздер сотқа баратын кезеңге келген секілдісіздер. Екі тарап екі сөйлейсіздер, ортақ пікір қалыптаспай отыр, сондықтан да қазіргі таңда бюджеттің мүмкіндігі бұл жергілікті атқарушы органдағы бюджетке байланысты. Біз жергілікті атқарушы органға негізі типтік ұсыныстарымызды енгізіп отырмыз. Сондықтан да сіз сотқа баруыңыз қажет деп білемін. Қосып жіберсем бола ма? Айтыңыз.
Мен білетін мәлімет бойынша Face ID бойынша балалардың бет бейнесі түспейінше, бет бейнесі нақты көрінбейінше, нақты бюджеттің жаңа дотациясына не табіліп жүрмейді біріншіден. Екіншіден, жаңа сіз айтып отқандай, ащы болса да шындық, жаңағы хайуанмен теңестіріп жатырсыз ғой. Енді ол кәдімгідей ақиқат дүние, кәдімгідей субсидиядан бөлініп отқан мемлекеттің қаржысы. Екіншіден, жаңағы бөлініп жатқан дүниенің де салыстыруға тура келіп отқан себебі содан. Және де үшіншіден, жаңағы министрлік тарапына бұл нәрсені не үшін жеткіліктері жасап жатыр? Өйткені заңдылық бойынша бірінші конституция болатын болса, екінші кодекстер, басшылық кодекстер жүреді, одан кейін заң нормалары жүреді, заңдар, одан кейін нормативтік құқықтық актілер жүреді. Оның ішіне сіздің министрліктерінде приказдар. Қаулы содан сондықтан да мен түсініп тұрмын. Ал енді сіздің мәселеңіз түсінікті. Мен де сіздің министрліктің уәжін сізге жеткіздім деп ойлаймын. Сіз жазбаша қалдырыңыз, біз сізге жазбаша жауап беретін боламыз. Тағы да кездесіп сөйлесетін боламыз. Жалпы жекеменшік мектептер бойынша, жекеменшік балабақшалар бойынша құрылтайшылармен бөлек үлкен жиналысқа дайындалып жатырмыз. Жақсы. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Бұл білім министрлігі, құрметті достар, қандай жауап бергенін, қандай уәждер көтергенін, және де ол уәждерге қалай негіздегенін көріп отырсыздар. Өздеріңіз білесіздер, Қызылордаға келген кезде қашып кеткен сияқты әрекет жасаған болатындығын, бұл жазылудағы мәселе. Осы бүгінгі таңда сыр өңірінде болып жатқан олқылықтарды, кем-кетіктерді осылайдан жеткізуге тура келген, алайда бүгінгі таңда министрдің жауабын тікелей көріп отырсыздар. Бұл министрлік тарапынан ешқандай қайран жоқ деген сөз. Бұл тікелей келген кезде министрлік бұл нәрсеге тікелей тұрғанда министрліктің өзі осы өңірдегі болып жатқан дүниелерге қолдау танытып отыр деген сөз. Ал енді бұны зерделеймін, или болмаса зерттеймін, әрі қарай тиісті шара көреміз, или болмаса әрі қарай жұмыс жасаймыз деген сенім жоқ. Қарап отқандарыңыздай бұрын 24 сентябрьде де осы мәселелерді көтергенбіз, хаттамалық негізде алып келдік, алайда хаттама толыққанды 100% орындалған жоқ. Ал енді бүгін министрдің жеке қабылдауында отырып жаңа ұсынған кезде өздеріңіз тікелей эфирде көріп отырсыздар, ешқандай да монтажсыз, ешқандай да шантажсыз. Сотқа берген күннің өзінде де мен тағы да бір мәлімет қоса кетейін. Атамекен палатасы деген палата бар. Бізде Қызылордада кәсіпкерлер палатасы дейді, өңірлік. Бүгінгі таңда 120 күннен асып кетті бір хаттың жауабын бере алмай отқанына. Яғни олардың документолог деген программамен жіберген документтерін растап беретін хатты күтіп отырық. Ол хат келмейінше біз сотқа бере алмаймыз. Ал енді сол хат келгеннен кейін сотқа беретін болсақ, бұл 46.175 теңгенің заңсыз қабылданғандығы туралы біз толыққанды соттың шешімін шығаратын боламыз. Бұған дейін сотқа берген садиктер бар екен, бірақ олардың қандай мақсатта, қалай берген, қандай талап арызбен жүгінгенін мен білмеймін. Өйткені неге сот мынандай нәрсемен қайтарған сыңайды, сотқа дейінгі қарау тәртібімен сіздер сол этаптан өтпегенсіздер деген сияқты уәждер айтуы мүмкін. Ал енді біз сотқа дейінгі тәртіппен бұл нәрселердің бәрін прокуратураға да, жаңағы Атамекен палатасына да, жаңағы білім басқармасына да жолдаған болатындығымыз, алайда бұлардың барлық жауаптары келіп отыр. Документологпен келгендігі де расталып отыр. Алайда Атамекен палатасы кәсіпкерлік, өңірлік кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын палата Пірмұхаммед Сыздықов мырза басқаратын. Осы палата әлі күнге дейін ешқандай жауап берместен осылай әрекет жасауда. Яғни бұл не деген сөз? Яғни бүгінгі таңда қылмысты жасыру деген сөз. Яғни бүгінгі таңда кәсіпкерлерге қолдан рейдерлік әрекет жасау деп білеміз. Яғни бұл жерде мемлекет қаржысының мақсатсыз жұмсалу деп білеміз. Қасақана түрде бұны шектеулер болып жатқандығын толыққанды айтуға толық негізі бар. Ал жаңағы 120 күннен асып кеткен жауап, ол осыдан август айында берілген хат, ол хаттың әлі әкімшілік рәсімдік процессуалдық кодекске сәйкес 60 күнге дейін ғана созылады. Алайда 120 күнге созуы ол өз кезегінде бұл кісілердің қылмыстың жасыруы деп білеміз. Яғни ол кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлердің құқығы емес, наоборот жергілікті жердің құқығын қорғап отқан солардың айтқанынан шықпайтын мекеме деп білуге болады. Әрі қарай бұл эфирден кейін сотқа береміз, или болмаса отқа береміз дейтін болсаңыздар, үркітіп қорқытпай сразу сотқа бере беріңіздер. Мен соттасуға дайынмын. Сондықтан барша садиктің болмаса балабақшалардың өкілдеріне айтатыным, барынша ыңғай келсе, JSOC-тың жаңағы түсіретін Face ID-ні суретке түсірмей қойсаңыздар болады. Жаңа айтты ғой, суретін министрдің жауабы бар ғой. Бетін түсірмейді, қалған жерін түсіреді деп жатыр ғой, сол нәрсемен сөйтіп түсіруге соны талап етіңіздер білім бөлімдерінен. Оны кім айтты десе, министр айтты деп осы эфирді көрсетсеңіздер болады. Эфир сақталады, эфирде бұдан әрі қарай TikTok-қа, әрі қарай YouTube-қа барлығына салатын болам.
Жалпы менімен бірге болғандарыңызға өстіп отырып бөліскендеріңізге барлығына алғысым шексіз. Амандықта болайық, сол сіздермен бірге баяғы сағындық балдарыңыз.